Атақты Абай атабыз ешбір қалқ қырғыз менен қазақтың тұқымдаш екенін талашпайды деп, ташқа тамға басқандай таасын жазып өткен. Бізді біріктірген ырыбыз да, сырыбыз да көп. Көчмөндөрдүн жаны да, жыргалы да, кайгы капасы да бир. Үйі бір түндігі бір қырғызым менен қазағым, арыбаңыздар. Кош канат долбоору кайрадан ободо. Амандашуу кезегин Астанадагы Эл арна студиясындагы кесиптештерге узатабыз. Армысыздар көрермен. Армысыздар бауырлас қырғыз ағайын. Біз екі елдің рухани достығына арналған кезекті телекөпірімізді бастаймыз. Эфирде Қосқанат жобасы. Қазақ пен қырғыз көшпелі халық. Елдің малдың жайын ойлаған екі ұлт ертеден жайлаудан жайлауға көшіп, ұрпақ өрбітті. Ал көшпелі ғұмыр кешкен қазақ пен қырғыздың мәдениеті мен тарихында киіз үйдің алатын орны айрықша. Ендеше бүгінгі тақырыбымызда ғасырлар бойы қос халықтың басына пана болған, ыстықта сая болған киіз үйге арнаймыз. Кесіптештеріміз жоғарыда айтып өткендей, бүгінгі чыгарылышта біз жөн ғана тұрақ жай емес, қырғыз қазақ елдерінің көчмөндөр маданиятының мұрасына айланған боз үй туралы талқылаймыз. Боз үй бұл практиканың жана гармонияның айқалышы. Көчмөндөрдүн учу кыйырсыз, талалардагы саякатында жыйнаса жеңил, орнотсо оңой. Кышында жылуу да, жайында салкын. Ар мезгилде алмашкы сүй. Дал ушул борумду боз үйдүн тарыхын баяндап, санатынан санжыргалуу кеп салып берсин деп, студиябызга Шейшенбек Моңолдоровду жана жылкычы Шаршембиевди чакырабыз. Hoş geldinizler. Hoş келипсиздер. Ал эми азыр эфир кезегин Астанадагы кесиптештерге берели. Кесиптештер, сөз сиздерде. Көп рахмет. Қырғыз ағайындарымыз айтып өткендей, киіз үйдің 1000 жылдық тарихы бар. Ол тіпті жазба тіліне дейін пайда болған деседі.
Киіз үй сөзінің оннан астам тілде кездесетін және айқын. Сондықтан нақты бұл сөздің шығу төркіні әлі анықталмаған. Иә, Толқын, осы тақырыпты ары қарай өрбіту үшін біз студиямызға Егеухан Мұхамади қызын шақырдық. Қош келдіңіз, апа. Қасиетті халқымның алдына қош келдіңдер, барлықтарыңда қош келіп отырмыз. Біздің қырғыз қазақ бауырластығымыз ежелден жалғасып келе жатқан дүние. Ал енді сол бауырластығымызды бүгінгі мына Қосқанат жобасымен телекөпір арқылы телекөпірдің алтын көпір болғызып келешек ұрпақтың бірігуіне, ұйысуына үлгі болып отырған мына жағдайымызға мен қуаныштымын. Өйткені ұрпақтың табысуына, танысуына біз сияқты аналар ақ жүрегіменен, ақ ниетіменен қуанышты ғой қарақтарым. Тамаша, Егеухан апамызды күллі қазақ жұрты және бауырлас қырғыз елі де жақсы біледі деген ойдамыз. Өйткені Егеухан Мұхамеди қызы қазақтың аяулы ақыны, Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, алтын құрсақтана қазаққа дәулеткерейдей ақынды сыйлап отырған ана. Сондықтан да сіздің орныңыз қашанда мығым, бекем. Сізді өзіміздің студиямызда көргенімізге біз де шын қуаныштымыз, тағы да қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Ал енді біз көгілдір экранның ар жағындағы ағайындарға сөз кезегін береміз. Нұржан, Алмас, сөз кезегі өздеріңізде. Жоғын рахмат кесіптештер. Аталар ағалар, ұш келіпсіздер, арваңыздар. Адегенде еме сөз кезеген Шешемек ағай сізден баштасақ, боз үйдің ішін емеріп, сыртын сыпаттап, санаттап бір кеп салып берсеңіз. Боз үй өзі қырғызда қоз үй деп айтсақ болады. Боз үйдің ішіне кірсең өзінше үні жоқ, үні шықпаған симфония деп айтсақ та болады. Боз үйдің ішінде не деген керемет ойындар қамтылған, не деген қоздықтар. Ал жерде, осы жерде уыздардың ежелерімізден, чоң әне тайнелерімізден қолынан жаралған қоз бұйымдар жайғашқан. Ошоның барды ошол үйдө өнүп аткан жаш наристелерге, жеткинчектерге тарбия болуп эсептелген. Анан усталарыбыздын узанган буюмдары, боз үйдүн жыгачы, боз үйдүн эмеректери дегендейчи. Боз үй өзү ушундай философиялуу турак болуп эсептелген Кыргызда. Жылкыч ата, байыркынын көөнө мурасын аздектеп, азыркыга табыш таппа устачылык улуу өнөрдү аркалап жүрөсүз. Боз үйдүн сөөгүнүн жасалыш баянынан кеп салып берсеңиз. Ар бир нерсенин башталыш өзүнүн башаты болот. Эми бул боз үйдүн тарыхын жакшылап изилдеп көрсө, буну кандайча болду деп. Эң мурда жанагы чөп алачык дегени. Эки ача жыгач түркү устунду үстүнөн бел жыгачты коюп турганан аган шырыктар жаап туруп үстүнөн чөп менен баягы жаап башкалып калган. Бирок бул деген жылуулук кезде жай мезгилдерине эле туура келген. Кышындан ичине от жаганга болбойт, өртөнүп кетиши мүмкүн. Анан баягы конус түрүндө кылтырып түзүп үстүнөн мындай бууп үч жыгачты. Анан ошону жөлөп отуруп жанагы азыркы кездеги эле биздин тундурада жашап түндүктө жашаган бугучулардын үйлөрү азыр деле колдонулат ошол үйлөр. Эми ошо алачыктан баягы башталат да мунун өркүндөшү, эволюциясы. Жанагы ичинде жүргөндө баягы кичинекей жылчыктан түтүн буулуп, какатып, баягы түтүнгө жүдөгөндөн кийин анан баягы тешикти чоңойтуу амалы менен ошого алкакты коюп, ошо алкакка сайып тегерете. Түтүндү түз чыгып кеткенде кылып. Анан дагы баягы ичинде басып жүргөндө эңкейип мындай баягы от жагылган коломтодон алысыраак басалган эмес. Эмне дегени эңкейип калган. Ошон үчүн баягы киши бою түз жүрүп калгандай болсун деп ошо жанагы жерден киши боюнан жогорурактан кичинекей ийип түндүккө бекиткенде ошондо баягы ийме ыкма колдонулат. Мына ушул ыкмалардын колдонулушу менен улам бара анан жанагы кадимки биздин боз үйдүн ууктарындагы жанагы алакан жагы баягы керегеге бириккен жагы мындай ийилип атат. А кереге болсо, керегенин да өзүнүн өнүгүү баягы тарыхы бар. Анан биз айтып атпайбыз керегени. Эмне деген кереге деген буюм бул керилет, жыйылат, жайылат.
А ошону бириктирип турган көк, бир кичинекей гана көктүн жардамы менен биз ошо баягы кадимки жеткилеңдүү боз үйгө жеткенбиз. Рахмат. Шешенбек агай, боз үйдүн тарыхы кайсы доордо канат жайып, кайсы доордо так калыптанганы тууралуу маалымат барбы? Боз үйдүн кайсы доордо так калыптанышы жөнүндө маалымат белгисиз да. Анткени кыргыз эли 7 кылым мурун же болсо айтып атпайбызбы, 9 кылым мурун өзү калыптанып калган эл, байыркы эл депчи. Эми ошентип айтып атса дагы боз үйдүн кыргыз менен тең жаралган деп айтсак болот. Анткени Азиядагы көп элдердин көпчүлүгү кыргыз элден тараган деген бар да, тарыхта мына азыр ачылып айтылып атпайбы. Өздөрү да далилдеп айтып атат, биз кыргыз тилинден сүйлөйбүз, кыргыздан тараганбыз дегендей сөздөрдү айтып атышпайбы. Ошондой эле алардын да жана колдонгон турактары биздин боз үйлөргө окшош. Ошондой эле жыгачтан жасалган, ошондой эле кийизден жасалган турактарды колдонуп келишкен. Азыр деле колдонгондор бар. Азыр да жасалгыла урунуп атышат дегендей. Жанан жылкычы байке айткандай, жанакы эки типтеги боз үйлөрдү колдонуп келишкен да Азия элдери. Аларды түрк тибиндеги боз үй деп коет, шоңшогой, анан жана ууктары ийилген, маталган түрдөгү типтеги боз үйлөр. Моңгол, бурят, калмак элдериники дагы кээ бир Азия элдеринин эмесинде уугу ийилбеген. Анткени алар жанакы тал эмес, башка морт жыгачтан жасалган деп атпайбыз. Ушундай эки типке бөлүнгөн да боз үйлөр. Анан кыргыз боз үйүнүн чыныгы так жаралган кайсыл доор экенин биз азыр так айта албайбыз. Тарыхчыларыбыз деле ал жөнүндө кеп кыла элишет азыр. Мен бир кошумчалап кетейин дегеним бар да. Мына биздин мына боордош элибиз казактардан чыган жазуучу бар. Акын Олжас Сүлейменов деген. Ал киши дагы ушу баягы тилдин баягы түбүн изилдеп келип, ошо мынаореки биздин тил шумердин тили менен окшоштугун байкаганда, байкап ошо шумерлер дагы түрк болгон деп азыр интернетте дагы жайылып атат. Анан айтайын дегеним бул, ошол жанагы клинописное писанина деп коет, баягы шына түрүндө, шыначылар түрү менен жазылган жана карапат тактачаларда калган маалыматтарда ошондой эки сүрөт чыгып атат. Боз үйдүн сүрөтү да. Эми баягы экөөндө баягы шарттуу эле түрдө тартылган боз үйдүн бүт бардык белгилери бар. Үстү жагы шоңшогой, конус түрүндө, төмөн жагы кереге турат. Экинчи сүрөттө дагы ошондой, бирок бул жерде мындай байкоого болот да, эмне үчүн эки сүрөттү жанаша тартып койгон. Эмне дегенде бирөө маталган үй, бирөөсү болсо жанагы морт жыгачтардан жасалган түз, баягы ууктар маталбаган үйдүн түрү деп айтсак болот. Ушуга улай эле суроо бергим келип атат агай. Азыр өнүккөн заманда жашап жатпайбызбы? Биздин боз үйдү азыркы учурда баягы темирден, түстүү металлдардан жасап атышат. Андан сырткары баягы колдонгон жабууларында көпчүлүк учурда ушу синтетикалык каражаттар менен колдонуп атышат да. Сиздин пикириңиз кандай болот? Эми бул азыр деген заман бир эле орунда турбайт да. Баягы өнүгүү деген бар, баягы ошол өнүгүү жолунда кетип атканда баягы бул туракты, көчмө турак да бул деген. Көчмө турак болгондон бир жерден экинчи жерге алпаганга ылайыктаган үчүн бул жанагындай эле жердиктерди, материалдарды ошо тандаганда мурун эле тандап келген. Эми азыркы кезде мына темир бар, башка да материалдар көп, түтүктөр, жанагы темир түтүктөр. Эми ушуларды азыркы кездин ыкмасына салып, эми кадимки эле биздин боз үйдүн баягы келбетине, кебетесине окшоштуруп жасап атат. Бул жерде мындай утуш бар. Утуш деген эмне? Утуш баягы сынбайт, морт эмес. Азыр болсо ошол эле жанагы түтүк, ууктарды андан кийин керегелерди бириктирип мындай өздөрү баягы жайганда жайылып кетме, кайра бириктирме кылган ушундай ыкмаларга да өтүп атышат. Мунун жаман эчтекеси жок, бирок биз деген салттуулугубузду эч убакта унутпашыбыз керек, ошондон чыкпашыбыз керек. Эмне дегенде такыр баарын унутуп коюп туруп, мына материал жакшы экен, тиги жакшы экен деп кетсек, анда дагы болбойт. Шешенбек агай,
Сізге сұрау, боз үйдің бүгінгі қырғыз жашоосундагы орду, анан күнүбүздөгү маанисине бір кандай баа берер элеңиз? Ошол суроого улай колуңуздагы китеп жөнүндө дагы бир көргүбүз келип атат. Эмне китеп экен, ал тууралуу дагы айта кетсеңиз. Боз үй азыр айтып атпайсызбы, кеп кылып атпайсызбы? Боз үй бүгүнкү күндө жанакы темир түтүктөн жасалган боз үйлөр элге аябай жайылып атат да, бул баягы эме деп коет да, ыңгайлуулук. Элге ыңгайлуу, усталарга жасаган ыңгайлуу болуп, ошону көп жасашып анан колдонуп атышат да. Күнүмдүк тирчиликте, жанагындай аш тойдо колдонулуп атышат да, көп колдонулат буларчы. Бирок мен бул салттуулук, анан нукуралуулук деген сөздү мен азыр байкем айтып кетип атпайбы? Ушу салттуулук менен нукуралуулукту сактаган уздарга, усталарга ушундай ыраазычылык айткым келет да. Могу кызыл туулук усталар мынакей могу жерде азыр 5 канат боз үйдүн жыгачы жатпайбы? Азыр мынакей сынак көрсөткөн атышпайбы? Ушу усталарга, уздарга ыраазычылык билдиргим келет да. Ушулар нукуралуулукту сактап, канча жылдан бери ушу кызыл туу айылынын ар бир үйү, ар бир жигити, ар бир кызы ушу ишти колго алып, аябай ушундай кыргызга жайылтып атат. Кыргыз эмес, мына казак туугандарга дагы алып заказ алып кетип аткандар бар, башка жерге кетип аткандар бар, чет мамлекеттерге белекке кетип аткан боз үйлөр бар. Анан кийин бүгүнкү орду боз үйдүкү баркталып келатат. Азыр мынакей 16-жылы, 18-жылы, 19-жылы мына көчмөндөр оюндарында боз үйлөрдүн сынагы болду, ошол жака катышып жүрүп атпайсызбы? Анан 16-жылы Баткенден, Жалал Абадтан келген баягы шаарчаларга тигилген боз үйлөр жок десе болчу. Алар бүлөрүдөн арендага алып ушундай коюлуп жасалган. Кийинки жылдар алар сатып алса дагы ошону жасалганга аракет кылышканда далалаттар бар элдин арасындачы. Жайылтканга аракет кылгандар бар. Анан орду мен ойлойм келечекте боз үйдүн орду болуш керек. Анткени боз үйдү тойлордо, мурда бир учурларда Союз доорунда айрыкча боз үй тигилип калган короону көргөндө эл абайлап бул жерде ким өтүп кетти, бирөө өлүптүр деген ушундай түшүнүккө келип калганбыз да. Азыр тескерисинче боз үй тигилген жерде бир шаан шөкөт өтүп, той өтүп, же болбосо бир чоң салтанаттар өтүп атканына биз ыраазы болушубуз керек. Анан боз үйдү баалап, барктап, жаштарга өткөрүп, ошолорго үйрөтүп, ошолорго түшүндүрүп, бул ушундай биздин кыргыз ата бабаларыбыздан бизден калган мурасы, белеги баягы деп түшүндүрүп, үйрөтүп кетишибиз керек го дейм. Анан бул китеп жөнүндө сурап калганда, бул кыргыз боз үй деген китеп мына могу жерде ошо кызыл туулук усталардын жасаган 12 канат ак өргөсү сүрөтү коюп жазылган. Бул ошол 16-жылы жарыкка чыккан. Мен ушуну Кош көпүрө долбоорунун берүүсүнүн уюштуруучуларына белек катары таштап кетейин деп алып келгем. Ушуну силерге тапшырып коеюн. Рахмат. Белегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Агалар, атайын келип, маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирели. Ар дайым күйлүү күчтүү жүрүңүздөр. Ар дайым мына ушундай кыргыздын мурасын жайылтууга, өсүп келе жаткан урпакка жакшылап, жанагы мурункудай калтырууга белсенип, күчүңүздөрдү аябай жакшы, биз кубана турган бир жаңылыктар менен бөлүшө бериңиздер. Азыр бизде музыкалык чыгарма, андан кийин кеп кезегин кесиптештерге узатабыз. Жазира, жасыл келін мүрнектеген туған жерге дариға, жер жетпеген сар жайлауым, кең өлкем, элдиле берсен деп келім, маңсап келім сағанып, шөлдеп келім сар жайлауым. Жайлауым, самал булак балдай дәрім, салқын самал баурайларың
жайлауым гүлдерім шыршыларым маршаларым бәрің арнап мен бүгін ән саламын сар жайлауым салмағұлақ балдайдарым салқын самал баурайларым саялаған бел туған жер сағындырған сар жайлауым салмағұлақ балдайдарым салқын самал баурайларым саялаған бел туған жер сағындырған сар жайлауым салмағұлақ балдайдарым салқын самал баурайларым саялаған бел туған жер сағындырған сар жайлауым салмағұлақ балдайдарым салқын самал баурайларым саялаған бел туған жер сар жайлауым. Алмаз, Нұржан, ағаларымызбен болған келелі әңгімелеріңізге, музыкалық сәлемдемелеріңізге көп рахмет. Ал біз Астана студиясында сұхбатымызда жалғастырамыз. Бүгінгі біздің шығарылымға арқау болып отырған киіз үйдің 3000 жылдан астам тарихы бар Талғар, оны енді қазаққа аян. Соның ішінде атақты Абылайдың көкше жеріндегі Ақ ордасы, Шыңғыс төренің 24 қанат ордасы, сол секілді Паң Нұрмағамбеттің киіз үйі осы қазаққа күллі алашқа аңыз болған аян. Ендеше Егеухан апа осы қазақ жұртына, түркі елдеріне ортақ құндылық киіз үй жайлы, оның маңызы жайлы сізден естіп алғымыз келеді. Бұл енді қазақта кигіз үй дегенің түркі халықтарының көшпелі халықтар үшін қажеттіліктен туындаған дүние. Бірден бір қазақ кигіз үйі дайын бола кеткен жоқ. Алғашында төрт бұрыш тамсалып отырып қалатын халық емес, түркі халқы көшпелі болғандықтан оларға пана керек болды. Сол пана керек болғаннан кейін мұны қалай жасау керек деп ойлағанда, ең алғаш ағаштардың басын буып, оның сыртына аңның терісін жауып, көшіп жүргенде соған паналады. Онан келе-келе отырма қос жасады. Отырма қосты бұлай шаңырақ жасап, шаңырақтың өзін дөңгелек шаңырақты ана қосқа сәйкестіріп атқа артып жүру үшін екі бөлік шаңырақтың өзін атқа артып жүру үшін. Ал онда бұлай жерге уықтарды шәншті. Уықтың қаламын жіңішкертіп, мына арт жағы көлемді болғызып, оны сол алдымен отырма қос жасап, оған енді аңның терідері жетпейтін болғандықтан тағы да ойланып, адамдар енді қажетіне қарай нәрсе жабу керек болды, жабылғы. Оған көлемді нәрсе қайдан табылады? Сондықтан ойлана келіп малдың жүнін қырқып, қойдың жүнін, күзгі жүндерін, сонан кигіз басып, ол кигізді сол ана отырма қосқа жауып, осылай көшіп жүрді. Онан келе-келе жолым үй деген пайда болды. Жолым үйде кереге болды, есік болды, кәдімгі шаңырақ болды, уық болды, бірақ көлемі кішкене болды. Ол үйткені алып жүруге өте қолайлы болды. Сонан кейін енді келе-келе қараш үй деген пайда болды. Қараш үйде сол жолым үйден сәлгәне үлкенірек болғанымен, негізгі тұрпаты сол жолым үй сияқты болды. Олар үйткені мына көшу қонуға, атқартып жүре беруге алғашында, түйек артпай алғашында сол ана жеңіл үйлерді солай атады да солай керектенді. Бұл дегенің сонау сақ құндардан басталған дүние. Бұл кигіз үйдің тарихы бертінен басталған жоқ. Ертеден басталған. Сонан келе-келе қандар болды, билер болды қазақтың. Оларға үлкен ақ ордалар тігілді, байлар болды, мысалы, адамдар өсті, өркендеді. Сол өзінің тұрмысына қарай кигіз үйді осылай сәулеттендіріп, өздерімен бірге өркендетіп отырды. Сонан келе-келе, мысалы, мына 18-ші ғасырда Абылайдың тұсында Қарақос, Абылай тіккен Қарақос деп аталды. Оның Қарақос деп аталатын себебі, Абылай қан болмай тұрғанда, жорықта жүргенде сол үнемі қосты тігіп отырды. Қайда жорыққа барса да сол қос тікті. Сонан кейін бұл Абылай тіккен Қарақос атанды. Онан енді келе-келе
сонан абылай енді өзі қан болғаннан кейін ана үйдің сәулетін келістіріп 24 қанатты ағорда тікті мысалы. Ағордамыз 18 қанатты, 20 қанатты, 24 қанатты, 16 қанатты деген сияқылды үлкендері солай басталады, ал кішілері 4 қанаттан басталып 6 қанат, 8 қанат, 10 қанат деп жай бір тіккен үйлері осылай жасалды. Соныменен бұл қазағымыз сол кигіз үй арқылы өмір сүрді. Ол өзінің тұрмыс қажеті. Тұрмыс қажеттікті небір ойшылдар болды, небір алғыр ойлы адамдар болды дүниеге келген. Сол адамдардың ойлауы менен бұл кигіз үйдің біткен құрылысы, біткен тұрпаты осылай жасалды да, қазіргі мына дәуірімізге жалғасып келе жатыр. Бұл кигіз үйді талай дана, талай ғалым, талай шешен, талай ақын, талай батыр, талай ана, талай ата өсіп өнген кигіз үй. Бұл кигіз үйдің тарихын дәл пәлен күні жасалған деп айтуға келмейді. Өйткені біртіндеп отырып, өмір қажетінен туындап жасалған кигіз үй. Кигіз үй дегенің бұл өмірден әлі де ысырылмайтын дүние. Біздің қазақ халқының, түрік халықтарының енді негізгі тұрғын тұрағы, негізгі өзінің қажетті дүниесі, оның енді сол кигіз үй деп аталады. Кигіз үй дегенің сол ағорда да солай жалғасты. Қандар тіккен ағорда, билер тіккен ағорда. Сосын кейін оның ана кеңесші үйлерінің өзі бөлек-бөлек болды мисалдағанда. Сонысын ас үй бөлек болды. Барлығы кигіз үйден жасалды. Бұл кигіз үйді жасау себебі өмір қажетіне қарай болды дағы, ал енді сол керекті қажетке қарай туындап, батырлардың да үйлері жеке болды, олардың аспаптары тұрады ол үйде. Сол үйде мысалы палуандар күресетін, небір әншілер, небір салсерлер, осылардың бәрінің өзінің керекті аспаптары, қажеттері, барлығы соның керегесінің басына іліп қояды. Сонда кеп дайындалады, сонда отырып солай өмір сүрген. Бұл өзі қазақтың тұрмысынан, енді түрк әлемінің адамдарының тұрмысынан ажырамайтын, өте қымбат, өте қасиетті адамдарды өсірген, өндірген кигіз үйіміздің тарихы сол ертеден басталады. Ал қазірде кигіз үй жойылып кеткен жоқ. Бізде енді Совет одағының тұсында кигіз үй аздап отырықшыландыру үшін азайғанымен, бір қазір қазақтарымыз, мына халықтарымыз қайтадан бас көтеріп жатыр. Қай бір елдерде, мына көшпелі халықтарда, мысалы Түркменстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, мысалы Моңғолия, мына Қазақ, осылардың барлығында көшпелі халықтар үшін тегіндегі ғұрпын жоймау үшін, жоғалтпау үшін қазір кигіз үйге қайтадан ден қойып, қайтадан өмірге жаңартып әкеліп жатқан жағдайлары бар. Егеухан апа, енді сол киіз үйдің біздің қазақ үшін бір киелі орны болған ғой. Қандай киесін сіз айтып өтетін едіңіз? Қазақ үйдің киесі дегенің мұнда талай адам өмір сүрді ғой. Небір қасиетті адамдар өмір сүрді. Небір абыз адамдар өмір сүрді. Сондықтан қазақтың кигіз үйінің қасиеті дегенің, киесі дегенің сондай жоғары болған. Қазақтың кигіз үйіне адамдар кіріп келгенде, үйде адам бар ма, жоқ па, бала отыр ма, басқа бір кішкентай келін-кешек отыр ма, оған қарамайды. Кіріп келгенде, ассалаумағалейкум деп, адамдар осылай сәлем беріп кірген. Ал сонан кейін әйел адамдар есіктен кіргеннен бастап, отбасына дейін 3 рет сәлем еткен. Мысалы, есіктен кіретте, бұлай есіктен кіріп келе салатта, үйде кім отырғанына қарамайды, бейтіп міне. Бейтіп 3 рет сәлем жасайды. Бұл дегенің кигіз үйдің киесінен қорыққандығы, қасиетін құрмет дегендігі, кигіз үйдің қасиеті дегеніміз осындай болған. Кигіз үйдің жасалу тарихы дегенің
күзде ағаштың жапырағы түседі ғой. Ағаштың жапырағы түскен кезде өзексіз талдан алады. Өзегі бар ағаш ол сынық болады. Сондықтан өзексіз талдан күзде алып, уықтық керегелік, ең ұзынын уыққа алады, қысқалаударын керегеге дайындайды, оны әкеп аршып көлеңкеге кептіреді. Сонан кейін мор жасайды. Мор жасағанда мына күзгі малдың құмалағы. Ана жазды күнгі жапас емес, күзгі құмалақ бар ғой, күзде қоралы қой отырған жерден құмалақтан қаптап, бұрынғыдар мына қаптың өзін қолдан жасаған бейтіп, жіпті иіріп, немені жасап алады, оны қап жасаған, иіріп, терме теріп, тоқыма тоқып бұлай. Сосын сол қапты толтырып, тасып түйемен артық кеп, көңді төгіп, ана құмалақты көң деп атайды. Сосын оны төгеттағы алдыңғы екі аяғы былай кеп тұратын, арты былай келетін, арқасы былай бүйтіп ұзын тұратығын тез деген ағаш жасайды. Ол тез ағашының үстінде былай кертік болады. Сосын ол кертікке ана ағашты қайтадан суға салып, сосын кейінгі морды тұтатып, морға суды құйып, жібітіп отырып, енді сол морға кеше кептіріп қойған ағашты қайта балқытады. Сонысын қайта балқытады да, ұзын мықты сықауыр дейтін ағаш болады. Сол сықауыр менен мына белге салып, бұлай бейтіп отырып, мына бір қолына ағашты ұстап, мына бір жақ қолына бұлай мына мықынға сықауырды салып алады да бейтіп тұрып міне. Бейтіп отырып ағаштың иетін жерін иіп, дүзететін жерін дүзетіп, осылай үстіп отырып жасаған кигіз үйдің ағашын. Сонсын ол керегенің басын сәл қайқылау болғызаттағы, оны түйенің бауыр терісі менен көктеген. Басқа мына енді сиырдың терілері кішкене нелеу болады, қатқылдау болады. Сондықтан түйенің бауыр терісі менен оны көктеген. Оны үскі дейтін темір болады. Үскі деген темірдің үші қазіргі сияқылды техника менен тесетін емес. Оның үші үшкір болады, арты ағашқа саптаулы болады. Сонысын оны бір адам міне жерде отыраттағы қайыспенен бейтіп ырғап бейт жүргізіп отырады. Мына жақта бір адам ана керегені ұстап отырады. Сонысын өзінің мөлшеріменен сонымен теседі. Оны солай жасайды, керегені жасағанда. Сонысын керегенің үш түрі болады. Бірінші түрі мына тор көзді. Ол дегенің қандар ордасының берік болатын, қыста да, жазда да тігіп қойып, қалың кеңес өткізетін, халықты қабылдайтын, құрметпенен отыратын, сондай берік үлкен ақ ордаларға арналған. Көп рахмет Егеухан апа, бүгін төрімізден табылып, осы киіз үй жайлы қаншама мағлұмат бердіңіз. Енді дайын қазақтың дала энциклопедиясы сияқты болмысыңызбен біз үшін қымбатсыз, бағалысыз, ұрпағыңызбен мың жасай беріңіз. Ал біз бүгінгі эфирімізді дәл қазір қазақтың аяулы аспабы жетігеннің үнімен жалғап алсақ. Aydan hep
siz bilmezki belinme ya. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Қырғыздың чапчаң жігіттерін чоғылтып, боз үйді ықчам тігу арышын баштаған Төлөсүн Бектемиров деген мырза мына бүгін атайын ысық көлден бері келіп отырады. Анда эмесе студиябызға Төлөсүн мырзаны чакырып алалы. Қош келдіңіз. Орын алыңыз. Төлөс мырза, студиябызга кош келипсиз. Төбөрөктүн 4 бурчуна түндүк көтөрүп шардана салып жүрөсүздөр. Бири 7 мүнөттө тикти десе, бири 5 мүнөттө тикти деп талашып жүрүшөт. Биз ошого ортоктош болуп калдык. Анык төгүнүн өзүңүздөн билели. Арбаңыздар, дәвір жолу. Негізгісінен бұл боз үйді бат тегүү маселеси бұл баяғы унутта қалып бара жатқандан келіп шыққан. Анткени бизди баяғы күндүр, түндүр баяғы боз үй тигип бергиле деп чакыргандыктан баяғы ошол жерлерге барсаң, карган атабыз же апабыз отуруп алып баягы жаштарга айтып берип аткан болот да. Менин жүрөгүмдү ойткөн маселе бұл ошо аталар, апалар бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин жаштар боз үйдү тиккенди билбей калабы деген маселе келип жаралды дагы. Анан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында бул ошо режиссер Алтынбек Аскарович менен кеңешип, келгиле ушуну баягы 7 дубандан командалар даярданып келсин, баягы тиккенди үйрөнүп келет деп. Бул ошондон келип чыккан. Анан эң биринчиси бул баягы кыз жигит сармердени болуп, ошол эле студиянын ичинде эң биринчи тиккенибиз тоңдун жигиттери менен алайдын кыздар чыкса керек эле. Ошондо биз эң биринчи жолу ошо 16 мүнөттө тиккенбиз. Биринчи жолу баягы рекорд койдук деп айтсак болот. Андан кийинкиси болсо бул эпостар күнү болду. Бул филармониянын астында өткөн. Ал жакта да ошол боз үйдү бат тигүүнү көрсөтүп бергиле деп биз ал жактан 14 мүнөттө тигип көрсөтүп бергенбиз. Андан кийин эле бул ошо көчмөндөр оюндарында командалар 33 команда Кыргызстан боюнча жалпы ар бир областтан, райондордон болот 33 команда келди. Ошол 33 команданын арасынан биз 10 мүнөт 16 секундада тигип, баягы биринчи орунду алганбыз 2016-жылы. Андан кийин эле баягы кийинки көчмөндөр оюндарында 2018-жылы бизде 3-чү ирет өттү го. Ошондо биз 8 мүнөт 14 секундда тигип, анда дагы баягы биздин рекордду жаңылаганбыз да. Эң негизгиси азыр ошо башкы рекордубуз ошо 8 мүнөт 14 секундда турат. Ошо кыргыз-орус маданият күндөрү болуп, Россияда, Орусияда ошол жактан дагы 7 мүнөтага дайындап барганбыз. Аны баягы интернет булактарына, телеге чыгарган жокпуз. Баягы кийинки көчмөндөрдө биз менен башка командалар жарышпай койбосун деп. Кошумча суроо бергим келип турат. Ушул даярдыкты сиздер бир күндө канча жолу кайта аласыздар? Негизгисинен биздин баягы жигиттер, биздин өзүм ошо Тоң району Кызыл Туу айыл болгондуктан, Кызыл Тууда баягы өзүңүздөр билгендей эле 90% бул боз үй жасоо, боз үй тигүү деги эле баягы ата бабабыздан келаткан каада салтты жандандыруу жагында ошо көп аябай көп иштерди алып барып келебиз. Баягы балдар күнүгө боз үйлөрдү кардар буйрутма бергенден аны жасап, алып барып куруп берип, бүт бардык балдар баягы даяр жүрүшөт да бул өзү эле. Ушундай жарыш болот дегенде эле бир 2-3 күн даярданып коебуз. Мындай негизи күнүгүсүн ошо күндө балдар боз үй тигип жүргөн балдар бүт. Айтканыңызды угуп отурсам, ар боз үй тиккен сайын 2 мүнөттөн кыскара берет экен убакыт,
буюрса эми кийинки рекорд жаңылоону азырынча ошо 7 мүнөткө деп пландап жатабыз. Болсын. Төлөсүн мырза, анан эми сиз жанагы боз үйдү бир гана кыргыз элинде, кыргыз жеринде текпестен дүйнөнү түрө кыдырып, бир түндүктүн астында башка өлкөлөргө да калып барып көрсөтүп тигип жүрөсүз. Кайсыл өлкөгө бардыңыз эле, кандай бир маданий иш-чараларда тигилди эле, ошол тууралуу кеп кылып берсеңиз. Негизгисинен азыр биздин кыргыз боз үй тигиле элек бир гана бир Антарктида калды окшойт. Анткени башка өлкөлөрдүн баардыгына, мисалы үчүн жыл сайын Европада көп кетет. Биздин баягы боордош казак элдерибиз, баягы биздин эң башкы кардарлар бул казак туугандарыбыз. Анткени ошо биздин баягы жакын болгондуктан бизден аябай көп алып кетишет да. Ал жакта баягы жасоо, ошол боз үйдү жасоо, ошону баягы ата бабабыздан келаткан каада салтты алып калуу, ушундай баягы ой жүгүртүп ошону жасап жаткан усталар аздыгына байланыштуу баягы жетишпейт. Алар ошондуктан баягы бизден көп буйрутма, бизден көп алышат да боз үйлөрдү. Андан кийин эле бул түрк туугандарыбыз, түрк элдери жанагы эле ошол эле Эртугулду тартууда, Баатыр тартууда бизден 50 боз үй алган. Андан кийин эле могу баягы жыл сайын 10дон 15тен отуруп ошол негизи түрк элдерине, түрк туугандарыбызга көп сатылат. Анан арабтар, бул шейхтер, анткени бул илгери баягы айтылып келет да ушуга чейин эле. Баатыр үйү, анан Кудай үйү деп да айтылган да. Анткени баягы баатырлар жоого чыкканда, анын үйүн баягы Баатыр үйүн, анан Кудайдын баягы хандын үйүн арабанын үстүнө тиктирип коюп ошол бойдон сүйрөп жүрүшкөн да. Ошентип айтылат дагы. Анан азыр баягы шейхтер, арабтар баягы өзлөрүнүн королоруна тиктирип коюп, ичинде намаз окушат көбүнчөсү. Баягы Кудай үйү деп айтылган деп ошону ыйык тутушат да. Бул Европа мамлекеттеринен Германия, Швейцария, ошол мамлекеттерге аябай. Швейцария баягы туристтик өлкө болгондуктан жыл сайын бери дегенде эле бир 20-30дан ошо Швейцарияга кетет. 20-30тан ошол эле Германияга кетет. Мындай 4төн 5тен болуп ар бир Европанын өлкөлөрүнө барат. Баягы ал жактандар өзлөрү баягы боз үйдү курганды көбү биле бербейт. Кээ бир баягы европейцтер келип, Төлөсүн сенин үйүңдө жашап, ошо боз үй тиккенди үйрөнүп алайын, ошо боз үйдү алып кетем деп келип жашап үйрөнүп кеткендер көп. Биз өзүбүз тигебиз деп алып тиге албай коюп, анан билет алып беришет, биз барып тигип берип келебиз. Боз үйдүн аркасы менен баягы кыдырып жүрөбүз дегендей да. Жакшы. Орто эсеп менен боз үйдүн баасын билсек болобу? Сыр болбосо. Сыр болбосо азыр орточо эсеп менен баягы 6 канат 85 баштуу боз үй деп коебуз. Бул бизде баягы күнүмдүк жашоодо мурун баягы 75 баш 5,5 метрлик боз үй баягы дайыма жасалып, өтүүсү, суроо талап көп болсо, азыркы күндө баягы 6 метрлик боз үй, 6 канат деп эле Элмар ушундай сурап калды. Ошо 6 канат орточо боз үй болуп эсептелинет. Бизде диаметри 30 сантиметрден баштап 12, 13, 15 метрге чейин жасайбыз. Анткени 15 метрлик боз үйдү жасап, көчмөн элдеринде баягы мындайча айтканда рекорд койдук десек болот. Бир дагы баягы аппаратсыз бүт кол менен жасап, муну Австралия шаарына жөнөткөнбүз. Ошол азыр 6 канаттык боз үйүбүз орточо эсеп менен бир $3,000 тегереги. 3,000 доллардын тегереги. Канча мамлекетке боз үй саттыңыздар? Көп эле. Эми баягы саны деле жок болуш керек, бир 20дан ашык. Айтылуу өнөрүңүздү эми баягы сиздин оозуңуздан угуп атабыз, бирок көзүбүз менен көрөлү деп турабыз. Атайын мына чапчаң жигиттерди топтоп келдиңиз. Анан миң уккандан бир көргөндөй телибизде. Кана азыр жалпы теле көрүүчүлөргө, биздин боордош казак элибизге убакытты белгилейли дагы боз үйдү тигип баштай берели анда. Макул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Төлөсүн Бектемиров мырзанын тобу боз үйдү тиккенге даяр турат. Анда эмесе биз секундомерди басып туруп, кана бисмилла деп баштайлы. Кеттик жигиттер.
Жақсы баратасыңар жігіттер. Бале. Болғаны bir жарым минут болды жігіттер, азаматсыңар. Қана. Hurmatly görüşler, azırınca 5 minut 29 sekund vakit. Buyrusu az gana kaldı. Üstündeki jabıların jabap bütsele boz uy dayar болады.
жігіттер. Ай, стоп. Ай, баракелді. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте, мына биздин студиябызда Төлөсүн Бектемиров мырзанын жалпы тобу болгону 8 мүнөт 33 секунданын ичинде боз үйдү сиздердин назарыңыздарда тигип бүтүштү. Жигиттер бале. Кыймылы көзгелешпеген жигиттердин шамдагайлыгынан тан бердик. Заматта курулуп, заматта тигилип калды деген боз үй баянына баарыбыз күбө болдук окшойт. Бали жигиттер. Бали, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздердин назарыңыздарда болгону 8 мүнөт 33 секунданын ичинде кыргыз менен казактын боз үйү назарыңыздарга сонун болуп тигилип туруп калды. Мен ойлоймун, эгерде Төлөсүн мырзанын тобу башка бир топ менен жарышып жаткан болсо, 8,5 эмес, а балким 7 мүнөттө дагы жөн гана куруп коймок. Жигиттер, азаматсыңар, ар бириңердин колуңарды барып кармап, кысып, өзгөчө бир куттуктагым келди. Албетте, ар дайым мына ушинтип кыргыздын, казактын боз үйүн бир гана кыргыз элинде, жеринде эмес, жалпы дүйнө жүзүндө тигип, мына ошолорду суктандырып жүрө бериңиздер. Келечек муунга үлгү катары? Эң туура айтасыз, Нуржан. Төлөсүн мырза жогоруда айткандай, өсүп келе жаткан урпак, өсүп келе жаткан муун буйрса, боз үйдүн кандай тигилишин мына ушундай жакшы иш-чаралардан көрүп, анан үйрөнөт деген үмүттөбүз. Албетте. Азыр болсо, кеп кезегин Казакстандагы биздин кесиптештерге берели. Урматтуу Толкун, Талгар, сөз сиздерде болсун. Көп рахмет, әріптестер. Қандай тамаша, қандай керемет, біз жаңа ғана қырғыз жігіттерінің рухы өр, тәні бекем екеніне тағы бір куә болдық. Біздің көз алдымызда 6 қанат ақ үй дейміз сіздерше, боз үйдің 7 минут 8 минуттың ішінде осыншалықты жылдамдықпен құрылғанына тәнті болып отырмыз. Мың алғыс айтамыз, жасай берсін рухты жігіттеріңіз. Ендеше Талғат. Ендеше біз әңгімемізді, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Елмұра ханым, қош келдіңіз. Енді киіз үй ол көшпенді тұрмыстың төл туындысы дейміз ғой. Енді осы киіз үйдің қазақ қоғамдағы маңыздылығы, құндылығы жайында өзіңізден сұрасақ, өзіңізден білсек. Қош келдік, рахмет. Енді жаңа ғана мына Төрәлі деген қырғыздың азаматының жасаған қасиетті киіз үй, бұл кісілер енді боз үй дейді ғой. Соны әпсетті жасап көз алдымызда бізге тарту етті, өте керемет болды. Мен қазір бір есіме түсіп отыр, бір әңгіме. 13-14 ғасырларда өмір сүрген Насираддин Рабузи деген үлкен жазушы, ойшыл болған, сондай адам өмір сүрген. Сол кісінің осы Хиссасул Әнбия деген керемет бір хиссалары жазылған
еңбегі болған. Сол еңбекте осы киіз үй шаңырақ туралы айтылған әдемі бір әңгімесі есіме түсіп отыр. Айтуға рұқсат етсеңіздер. Сонда адамзат баласының ең бірінші жаратылған кезде адам ата жерге түсіп, 300 жылдан кейін барып Хауа анамызға кездескен екен дейді. Сонда Хауа анамызға кездескеннен кейін мынау жаңа аң құстардан, жауын шашыннан, ыстық суықтан сақтайтын, зиянды нәрселерден сақтайтын бізге жаратқан ием баспана бер деп сондай мінәжат еткен екен дейді. Сонда енді Аллах тағаламыз шебер ғой, оны қабыл етіп, жер бетіне Жәбірейіл періштені жіберіп, ең алғашқы адамзат баласының үйі осы киіз үй жасалған екен. Сонда жаңағы киіз үйді жасаған кезде бәрін құрып болғаннан кейін жаңағы жоғарыдағы шаңырақтан береке түсті дейді. Береке жаңағы дастарханның төрінде отырды дейді. Одан кейін босағаның екі жағынан ынтымақ келіп орналасты дейді. Табалдырақтың астынан құт келді дейді. Сонда енді қазақтың жалпы қырғыз бауырлардың болсын, осы бір хисса әңгіме тегіннен тегін болмаса керек. Бізде қазір жас ұрпақтарымыз неменеге жаңағы көп ырым тыйымдар, керегеге керілме дейді, босағада тұрма дейді, табалдырақты баспа деп жатады. Бір осының жаңағы тарихы жоқ, бір дәлелі жоқ, неменеге айтады деген сияқты бір реніш білдіріп жатады ғой. Соның бір дәлелі сияқты болып тұрады маған. Сонда жаңағы береке төрде отырса, ынтымақ жаңа керегенің екі жағында отыр дейді. Сонда керегеге жаңағы керілме, керегеде тұрма, бір ыңғайсыз жағдайда дейтіні, үйдегі ынтымағымды бұзасың, ынтымағыма кедергі келтірме деген сияқты. Ал анау босағада табалдыраққа тұру деген менің құтымды қашырма деген осындай үлкен ырым тыйымдардан айтылса керек. Киіз үйдің негізгі енді жаңағы киесі, жаңағы біз айтып отырған сөзге де келіп тұр ғой, берекесі, құт, киелі, қасиетті, жаңағы осы киіз үй арқылы көп нәрсені айтуға болады жалпы. Біздің қазақ халқы шаңырақты өте қатты бағалаған, кие тұтқан. Енді осы киіз үйдің өзі қазақы үй, қалмағы үй деп екіге бөлінген екен. Мысалы қазақы үйлер жаңағы төбесі шаңырақ дөңгелектеу болып келсе, қалмағы үйлер шошақтау болып орналасқан дейді. Жаңағы мына жерде бауырымыз айтып отыр ғой, біз енді қырғыз бауырларымызбен көп жаңағы рухани, мәдени, тарихи, әдеби өте жақын туыс халықтармыз ғой. Айтып атқанда барлығын түсініп отырдым. Бізде де сондай жаңағы үйлердің түрлері бар. 6 қанатты, 3 қанатты, 4 қанатты, 24 қанатты, 30 қанатты дейді. Мысалға Ақ-Орда үлкен жаңағы хандар мен билер, сұлтандар келіп орналасатын тойға арналған қасиетті қара шаңырақ киіз үйі болған. Тұрмыс жағдайына байланысты киіз үйлер болған. Одан бөлек жаңағы жорықта жүргендегі, одан бөлек жаңа көшіп жүрген көшпенді халықпыз ғой, енді сол кезде пайдаланатын жаңағы киіз үйлер болған. Олардың да көп атаулары болған. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz.
қазағым менің алашым, сүйемін қазақ баласын, бірің ұлы құлатма, бірің ұлы данасың. Көтерген биік тауларын, көркейткен қазақ даласын, жаратқан бізді жерменен, жалғаған аспан арасын. Сөйлейтін сөзді тайынбай, қайтпайтын құсты қайырмай, қазақтың айтсаң қызын айт, жайнаған жұлдыз айымдай. Қазақтың айтсаң ұлын айт, бәйтерек биік қайыңдай, арғымақ тұлпар сәйгүлік, жайпаған жолын жайындай. Ей, қазақтың байтақ даласын, ақ жүрек асыл баласын, аяулы ата анасын, қолдашы жалғыз бір Алла. Жайқалған тауы орманы, ата баба арманы, осынау жердің иесі қазағым болса болғаны. Сағым бұл өтті сан бенен, азаматтық ар көрем, қазағым үшін құрбан боп, қазағым үшін жан берем. Көрдің бе өмір ғажабын, әуелі дүние сазынын, ұлаға атты ұлы елім, ұлы менің қазағым. Ай, ғұмырды берме бересің де, жұртымды бөлем көлесем де, ұлы менің қазағым, ұлтымды бөлем көлесем де. Не жетер елге шіркін ай, өлмесін дәстүр ғұрбым-ай, мені де сені оны да адам емесі өйткені, жаратушы бір құдай. Ей, Өтө керемет чыгарма болду. Элмирайым бар болуңуз. Биз кийинки коногубузду чакырабыз. Азыр болса студияға Айгине Маданий изилдөө борборунун негиздөөчүсү, филология илимдеринин доктору, ЮНЕСКОнун бейзаттык маданий мурастар боюнча баалоо тутумунун мүчөсү Гүлнара Айтбаеваны чакырабыз. Кош келипсиз. Гүлнарайым, кош келипсиз. Эртеден бери боз үйдүн барк баасы тууралуу кеп кылып отурабыз. Бул улуттук улуу мурас экен, айныксыз чын. Ал эми бүткүл дүйнөлүк ЮНЕСКОнун маданий тизмесине катталышы тууралуу сиздин өзүңүздөн угалы дедик. Арабаңыздар, боз үй кыргыз казак уртук мурас катары 2014 жылы ЮНЕСКОнун бейзаттык маданий мурас өкүлчүлүк тизмесине кирген. Өкүлчүлүк тизмеси эмнени билдирет? Бул казак кыргыз арасында жандуу, кенен пайдаланган жана элдерге пайдасы азыркыга чейин тийген деген мурас дегенди билдирет. Ошондо ушул сунуш жазылып жатканда азыр боз үйдү тургузганда көрдүк го, Төлөс жигиттин тобу кандай иштеди. Ар бир жигит өзүнүн милдетин аткарып, шак өзүнүн мындай бир кемжеги болсо ошону толтурганга аракет кылды. ЮНЕСКОнун сунушунда ушундай жазылат. Көп адамдар иштешет да. Бирок ошол топтун арасында кимдер турат десек, борборунда булар деген билармандар. Мисалы Жылкычы Шаршембиев агай сыяктуу, Моңголдоров агай сыяктуу казак тарабында апа турат. Ошондой биларман кишилер менен биз түздөн түз иштешип,
алардан толук маалымат алып, анан сунушту даярдайбыз. Демек, ошол жагынан алганда иш абдан тез, абдан мындай бери шайкеш кетти. Анткени жандуу мурас болгондон кийин, билармандар баарын билгенден кийин, эмки кадамга муну даярдап өткөзүү оңой эле болду. Билармандан тышкары сөзсүз түрдө мамлекет жардам бериш керек. Бул жерде ЮНЕСКОнун 2 комиссиясы, Казакстандагы жана Кыргызстандагы 2 маданият министрлиги тыгыз иштешти. Ошол сунуш жалпы бир иштин натыйжасы болду. Бул билармандардын, мамлекеттик уюмдардын жана биз сыяктуу эксперттердин бир жакшынакай ийгиликтүү жыйынтыгы болду. Бул сунуш берилгенде, мисалы, биз эл аралык деңгээлде барып коргойбуз. Коргогондо, эгерде көп суроолор болсо, көп мындай бир мүчүлүштөр болсо, ошондо күмөн туулуп бизге жүк келет. Бозойго келгенде андай жүк келген жок. Анткени баары аябай майда чүйдө деңгээлинен башталып, баары деген тыкаан даярдалып, биз коргогон келгенде татаал суроолор болгон жок. Қазақ Қырғыздың орталық мурасы катары катталды деп атпайсызбы ЮНЕСКОга? Анан катталгандан кийин ошол эки элдин ортосундагы окшоштуктар менен айырмачылыктар кандай негизде белгиленди? Биз муну айырмачылыктар деп дебейбиз, биз деген өзгөчөлүктөр дейбиз. Абдан мындай бир жакшы сөз бар. Окшоштуктар боз үйдүн жыгачы, жабдыктары негизинен жалпы жонунан окшош келет. Дээли кыргыз, казак жана башка түрк элдердин боз үйлөрү, мисалы Каракалпак, бир топ окшош да. Кайсы гана эл болбосун, анын турак жайы сөзсүз түрдө айлана чөйрөсүнө байланыштуу болот. Ушул жерден өзгөчөлүктөр келип чыгат. Мисалы, кыргыздар кайсы жерде тикчөлө боз үйлөрүн бийик тоолордун арасында, өрөөндөрдө. Демек, тоолор муну кайсы бир деңгээлде шамалдан болобу, борондон болобу коргоп турат. Ошондуктан бизде ууктарды мындай бир тигирээк коюп, чамаракты бийигирээк көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени тоолор деген бизди коргоп турат. Ал эми казактардын кенен аймагын алсак, даласын алсак, ал жерде тоолор жок. Ал жерде ачык мейкиндик. Ошондуктан ууктар кичине башкачараак, жапызыраак коюлат, жана чамарак кичине жапызыраак келет. Бул деген шамалга туруштук берүү жана коргоо максатында жасалат. Эң мындай бир орчундуу өзгөчөлүгү ушундан келип чыгат. Сөзсүз түрдө жабдыктарда, саймаларда өзгөчөлүктөр болот. Бул ошону менен кыргыз, казак мурасы баалуу. Анткени окшоштугу өтө маанилүү жана ошол эле учурда бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Эл аралык деңгээлдеги чоң тизме ЮНЕСКОга ошол эки элдин баалуу мурастарын, андан башка дагы баалуулуктарын каттатууга салымыңызды кошуп жүрөсүз. Сизге эбегейсиз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Гүлнар айым, эфирибизге атайын убактыңызды бөлүп, маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Сизди студиябыздан узаталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо назарыңыздарды керемет чыгармага буралы. Кесиптешим Нуржан Түмөнбаева Маржан тобу менен биргеликте сиздер үчүн чыгарма даярдаган анда эмесе жалпыбыз угалы.
кезек берели да чынында биздин кыргыз эл устаттын устат чебери керек кеңешик угунан да таппайсың бир да чегени кааласаң көчкүн ашуулап да кааласаң көчкүн ташуулап боз үйдү кантип жандарында боз үйдү кандай камдарын чийине чырмок салганын жыгачын кайдан алганын белбоосун кантип чалганын ошол манасчы 5 күн айтчу экен аңтарып да кызыктар жатат канчалык кыргыздын эли дегенде да кыйлалар корккон калтарып жоокерлик кезек ал кезек да тулпарын аса кантарып жазданып жаткан эл экен да жанына найза балталып өчөшүп келсе кас душман ошол өзүнө кайра чаң салыр жакшы салтыңдан качанкы күнгө карабай да калтырган өлгүң артынан жакшы салт бизде улууларда жакшы сөз айтсаң угу бар теригип акыл айтат деп ошол тетири баспай угуп ал адаты салттың аралашта көп көрдүм жакшы жаманын калыстык сөзгө дайыма да кулак сал калкым карагым жакшы салт бизде улууларда жакшы сөз айтсаң угу бар теригип акыл айтат деп ошол тетири баспай угуп ал теригип акыл айтат деп ошол тетири баспай угуп ал Әңгімемізді жалғастыру үшін студиямыздың төріне Ағиділ Тойшанұлын шақырып үлгердік. Түрк Академиясының ғылыми сарапшысы. Төрімізге қош келдіңіз. Енді қырғыз-қазақ бір туған дейміз. Осы қырғыз бен қазақ ағайынның ортақ рухани құндылықтарын дәріптеуде, насихаттауда еліміздегі Түрк Академиясының қосып жатқан үлесі қаншалықты қомақты? Құрметті ағайындар, қадірлі қырғыз туғандар, енді Түрк Академиясы орнаған сәттен бастап түркі әлеміндегі руханият, ғылым, білім, әдеби, мәдени байланыстарымызды, тарихи байланыстарымызды жалғастыру үшін жұмыс істеп жатқан түркі мемлекеттеріне ортақ ірі құрылым. Бұл Түркия, Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан елдерінің бастамасымен құрылған сондай үлкен ұйым. Енді бізде қырғыздардың манасы болсын, қырғыздардың жыршылық дәстүрі болсын, түркологиялық үлкен зерттеулер ортақ атқарамыз. Үлкен тұлғаларымызды ортақ насихаттаймыз. Тоқтоғұлдан бастап, мысалы, Сағынбай атамыз манасшы, басқадай ақын жазушыларымызды да ортақ насихаттап келеміз. Сонымен бірге біздің академияда Нуридин Үсейіп деген қырғыздың үлкен түрколог, Енесей бойындағы қырғыздың көне мұрасы, көне жазуларын зерттеп жүрген үлкен бауырымыз еңбек етеді. Сондықтан біз өте тығыз байланыстамыз. Ағиділ мырза, бір сөзіңізде ұлтымызға қызмет ету үшін, адал болу үшін біздер жастарымызға жұмыс істеуіміз қажет деп айтыпсыз. Және де осы салада өзіңіз киіз үй құрудың шеберлік сағаттарын өткізіп жүрсіз. Бұл шеберлік сағаттары жалпы біздің жастарымызға қаншалықты қажет? Осы мүмкіндік жайында айтып өтсеңіз. Енді жаңағы ағайындарымыз, сарапшыларымыз айтып кетті. Осы киіз үйдің киесін ұқтырды. Қазақ, қырғыз, түркі, моңғолға дейін ортақ болып келген ұлы мұрамыз. Бірақ бүгінгі жастарға, бүгінгі бүлдіршін балауса ұландарымызға қалай ұластырамыз? Ол бай екен, бар екен, салтанатты екен, байтақ екен деп айтумен ғана тынып қалуымыз қажет емес. Сондықтан бүгінгі жастарымыздың көкірегіне көзіне көрсетіп, қолмен ұстатып, ұластыру өте маңызды болып отыр. Бұл тарапта айта кетерлік, осы Астана қаласының әкімшілігі, Бостандық ауданының әкімдігімен бірлесіп, наурызда осы киіз үйді мектепке апарып тігіп,
балаларымызға көрсетіп, ортақ сондай шеберлік сыныбын өткіздік. Бұл іс өте жақсы тағылымды болды. Себебі кигіз үйді суреттен, кинодан елестетеді бүгін жастарымыз. Кейбір мейрамханалардың алдына тігіп қойған, дәмханалардың алдына тігіп қойған кигіз үй. Кигіз үйдің ішіне кіріп көрмеген, оның жабдығы ұстап көрмеген, арқанын, үзік не, туырдық не, оның атауларын біздің оқулықтардан, Мұхтар Әуезовтің үлкен Абай жолы романынан оқиды, бірақ көзіне елестете алмайды. Сондықтан біз оны көзіне елестетуіміз керек. Өйткені ауылдың жағдайы бүгін белгілі. Ауылдан қалаға көшу үдерісі үлкен қазір. Сондықтан біз кигіз үйді тігіп, ордамызды көтеріп, шаңырағынан бастап шаншып, уғын көрсетіп, бақан деген не, төр деген не, осындағы кигіз үйдегі әрбір киелі кеңістіктер, төрде кім отыруға тиіс, босағада кім отыруға тиіс, қазан жағы, әйелдер жағында кім отыр, онда қандай мүліктер, заттар тұрады. Оң жақта қызды неге ұзатады, оң жақта отырған қыз деп неге айтады мысалы. Соны кәдімгідей көзіне балалардың көрсетіп тұрып, сол кеңістіктердің өзі кигіз үйдің кішкентай болғанымен үлкен біздің салтымызға, ырымымызға, тиымымызға қатысты үлкен секторларға, бөліктерге бөлінетінін көрсетіп, сондай сынып сағатын өткіздік. Осы сағатта қатысқан жастар өте қанаттанып қайтты. Бұндай істер ары қарай жалғасу керек. Көп алғыс айтамыз, шын мәнінде төрімізден табылып, бүгін сұхбат құрғаныңызға сүбелі. Осы мәдениет жолында жасап жатқан жұмысыңыз, еңбегіңіз елене берсін, игі шаралар жалғасын таба берсін демекпіз. Әмин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі кезекті әсем әнге берейік. Еңбектің озаттары, жасандылық дегеннен азат бәрі. Басылады көргенде көзім оттай, бауырмашыл ауылдың қазақтары. Басылады көргенде көзім оттай, бауырмашыл ауылдың қазақтары. Сол баламыз мені де құндақтаған, туған жерсіз таң атып күн батпаған. Көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Кешірткен тамашадан таңғалады қонаққа бала-шаға. Олар болса қаланың қазақшасын отырады күлкі қып оңашада. Құрметтесең әнменен күйіңменен, шаруасы жоқ олардың бұйымменен. Олар үшін мекен жоқ гүлді қырдай, өтеді олар қалаға қылды құрмай. Олар үшін мекен жоқ гүлді қырдай, өтеді олар қалаға қылды құрмай. Сол қаламыз мені де құндақтаған, туған жерсіз таң атып күн батпаған. Көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Қаламыз бізді де құндақтаған, туған жерсіз
таң атып күн батпаған, көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Сол даламыз мені де құндақтаған, туған жерсіз таң атып күн батпаған, көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Көкжиекті ысырған көздерімен, қырдың қыран қазақ ол қымбат маған. Басылады көргенде көзім оттай, бауырмашыл ауылдан қазақтары. Тарихымыз бен мәдениетімізге зер салсақ, киіз үйдің атқарған қызметі мен рөлі өте зор. Киіз үй тек мәдени мұраның ғана емес, қазақ пен қырғыз арасындағы достықтың символына айналғанына көз жеткіздік. Көшпенді елдеріміздің тапқырлық шешімі болған киіз үй біз үшін кез келген түрлі шекараны жеңуге көмектесетін бірліктің, достықтың алғы шартындай, өткеннің өнегесіндей қымбат, бүгініміздің безбеніндей бағалы. Құрметті көрермен, киіз туырлықты, ағаш уықты қос ел достығы мен бірлігі жараса берсін. Бүгінге осы, келесіде жүздескенше. Езелтен қанатташ, тарапташ жашаған екі ел бірдей түндік көтеріп, бірдей кереге жайып, боз үйді біргелікте тұрақ қылышқан. Санжырғасын санаттап, баранын барықтап, өткөндің керезін, байырқының мұрасын бүгінгі күнге дейір улантып келішкен. Ортақ мұрасыбыз екі елге құт болып, ортауыздағы ынтымағыз ыдыравасын, заманыбыз тынч болсын, дүйнөбіз түгел болсын. Екі елдің жақшылығын даңазалап, көрінгөзін көтеріп, жайдары жүз менен, кейінгі эфирде жолыққанша есен тұрыңыздар. Қырғыз қазақ бауырымыз, егізілмес бір туған, манас көкше батырлар, бірлікті бір қорған, бір құстың қос қанаты, желден келген дәстүрі, бір атаның балалары, басынан ұқсас әдеті. Бірге жанған жұлдызы, ағасы Абай Шыңғыстың, ойнайды ол мен қызы, домбыра менен қомызды. Бір құстың қос қанаты, желден келген дәстүрі, бір атаның балалары, басынан ұқсас әдеті.